Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың мемлекеттік бағдарламаларының басты мақсаты халықаралық медициналық көмек көрсету жүйесіне көшу және кәсіптік стандартқа негізделген денсаулық сақтау кадрларын үздіксіз кәсіптік дамыту болып табылады. Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесін енгізу және дамыту жағдайында үздіксіз кәсіптік дамыту негізделген медицина қызметкерлерінің білімін сапалы жетілдіруде біліктілік арттыру курстары негізгі тәсіл болып есептеледі. Осындай білім беру орындарының бірі Жамбыл жоғары медициналық колледжі, біліктілікті арттыру бөлімшесі қосымша дипломнан кейінгі медициналық білім беру қызметкерлерін қайта даярлау біліктілігін үнемі арттыру жұмыстарын жүргізеді. Білім беру қызметтері мыналарды қамтиды: белгіленген үлгідегі куәлік бере отырып, біліктілікті арттыру және қайта даярлау курстары. Кадрлардың біліктілігін арттыру, бұрын алған кәсіби білімдерін, шеберлігі мен дағдыларын қолдауға, кеңейтуге, тереңдетуге және жетілдіруге мүмкіндік беретін қосымша білім беру нысаны. Оқу ұзақтығы 60 сағат және 120 сағат. Кадрларды қайта нысаны бойынша қосымша білім беретін игеру, тиісінше басқа кәсіп немесе мамандық. Оқу ұзақтығы 360 сағат. Оқыту мынандай мамандықтар бойынша жүргізіледі: мейіргер ісі, емдеу ісі, зертханалық диагностика, акушер ісі, оның ішінде жоғары білікті мамандардың медициналық емес қызметкерлерін, парамедиктерді даярлау, тыңдаушылар контингентінің қажеттілігіне қарай мемлекеттік және орыс тілдерінде. Оқыту өңірлік медициналық ұйымдарын және басқа да мекемелердің өтінімдері бойынша жүргізіледі. Бөлімшеге практикалық дағдыларды меңгеруге арналған симуляциялық жабдықтармен және тренажерлармен жабдықталған аудиториялар мен оқу залдары кіреді.